өкілдерін ғана іріктеп алдық. Олар міне ортамызға қол шапалақтап қояйық. Сіздердің әрқайсыңыздың орындарыңыз бөлек. Сіздер біріншіден тілдің тағдыры үшін тынбай күресіп жүрсіздер. Екіншіден жас ұрпақ тілінің таза болуына әрдайым атсалысып келесіздер. Үшіншіден өзге ұлт өкілдерінің қазақ тілін үйренуіне қамқор болып келе жатырсыздар. Төртіншіден солтүстік өңірде қазақ орта қалыптасуына көп үлес қосудасыздар. Бесіншіден жылдар бойы көз майын ауысып сөздіктер жасадыңыздар. Алтыншыдан тіл тәрбиесін бала тәрбиесімен сіздер өте құр ұштастыра білдіңіздер. Жетіншіден тілді дамытуға арналған жазбаларды қолдап жобаларды қолдап ұлт меценаты атандыңыздар. Соның бәрі де бүгін ескеріліп отыр. Тіл жанашыры атану зор мәртебе. Бұл сіздердің ұзақ жылдық еңбектеріңізбен ерен еңбектеріңіздің жемісі. Туған өлкелеріңізден қызмет істейтін олжаларыңыз енді сіздердің мақтаныш ететін болады. Ендеше рұқсат етсеңіздер, марапаттау рәсімін ашық деп жариялаймын. Belgili azallıkların Osmanlı ve tutuklarını Böylesi bağlantının cevap fizika. Tozun bırakırsa ki Osmanlı mesafesini vurup Allah'ı Hazar Bey'ine Еңбек мемлекеттік мол физикадан қалыптарға қолы сөйтіп ойлап жүргізілді. Осы кейінгі бесаптышында қазақтың дамытуға, өркендетуге, тоғырнау болыстыға еткен ағзадан еңбегінде бағалағандарыңызға көп рахметтерімді. Енді марапатталып отырған адамдар біздің қазір осы марапаттан кейін адамның жүрегін түртіп, бұрынғы істелген жұмыстарымызға екі есе, үш есе артық жұмыс істейтін ойлайды. Екіншіден, мынандай тамаша шара болып жатыр. Бізді керемет осылай қарсы алғансыздар. Менің тілегім алда біздің қазақ тіліне осындай жаңашылдық, осындай ниетпен, осындай жоғарғы деңгейде егер көңіл бөліп болатын болсақ, оның келешегі мәңгілік болатынына мен анық сенемін. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясының міндеттерін қазақ тілінде сөйлеп, ана тілімізді әлем төріне көтерген отырғызды. Сол оқиғамен ағзамызды құттықтаймыз. Енді сол биіктен түсірмеу біздің бәрімізге екінші бір сынағы марапаттарыңыз құтты болсын. Тіл жанашырлары
2015 жылы қазақ хандығының құрылуының 550 жылдығы тойланған абыройлы ерекше жыл. Осы жылы сіздер жаңағы тіл жанашыры атағын алып отырсыздар. Тіл қоғамдық бірлестігі, оның төрағасы Махмұд Мазарқұлұлы Қасымбек бастаған комиссия жанқиярлықпен еңбек етіп, республикаға жар салып, қазақ тілі мемлекеттік тіл патриоттарына іріктеу болады. Сонда керемет жаңағы сыннан өткіздер, електен ақылы елең өткіздер. Сондықтан еңбектеріңіз жемістеміз, өздеріңіз сияқты мәңгілік ел идеясын насихаттайтын айбынды, бақырлы бір біздің мемлекетімізде көп болсын. Рахмет. Егемендігіміз жайлағанда көптеген көңілде жүргендегі өлеңін еске түсіп тәуелсіз елдің көкінен енді маздар күн қоңырауындағы күн шығыс жақтан қозғалдың керней тартса көгілдір бұлды керуендер санқылдап жетті Стамбулдан даусы қаздардың мынау күн сенің егемен деген сөзіңді пешенесіне тарихтың егеп жазған күн жарыса шауып жазмыштан солай озған күн. Енді еліміз аман, жұртымыз тыныш, бауырымыз бітім болсын дейді. Бабаларымыз айтқан екен, бай болсаң елге пайда келсін, батыр болсаң жауыңа нәзір қылсын. Сонда біз бүгін істеп жатқан істеріміз бұл мынандай марапат алып, болмаса жүлде алу үшін емес, бұл өзіміздің ұлтымыздың тілін болмаса ұлттық құндылықтарын дамыту үшін қосып жатқан үлесіміз. Әлде де талай істерге араласып, өзіміздің қолымыздан келгенше істерді көмектесеміз деп ойлаймын. Ал сіздерге, өздеріңізге, отбасыларыңызға зор денсаулық тілеймін. Дендеріңіз сау, осындай өмір жасаққа келсек. Ғасырлар бойы армандап келген тәуелсіздігімізді өз көзімен көріп соңға келген болса, екінші үлкен бақыттар біздің мемлекетіміздің құқығынан болу, қолдану аясын өзінен болу, оқырманға құрмет тұтатын, жалпыға ортақ тек болу өзінің құқығынан болу үлкен бақыт. Оқып үйренбеген ықыласын, құлшынысын, құрметін, ынтасын арттыратындай етіп жетілдіре түсу қолға соны бастап көрсетіп отыр. Еліміздің тұңғыш елбасымыздың арқасында елбасымыз
естіп тілге ерекше көңіл бөліп жатыр. Жаңа ағаларымыз айтты, оның көрінде қазақша сөйледі, бүкіл әлемге жариялап, алысқа бармай-ақ өз басына дайындайды, наурыз мерекесі қарсаңында елбасы бізді мені қабылдап, өзінің жеке алған жібек жолы сыйлығын не басқаратын қорғау ақшасын аударып берді. Сол үшін бұл еңбектеріңіз жана берсін, баршаңызға рахмет, аман болыңыз, сау болыңыз. Осындай марапатқа лайық деп тапқандарыңыз үшін алғыс сезімін білдіремін. Бірақ теледидар деген ол ұжымдық жұмыс, жалғыз журналист ештеңе бере алмайды. Оператор болмаса, режиссер болмаса, дұрыс режиссер болмаса, сондықтан ол жалғыз маған ғана емес, менен еңбек жүрген Алматы облыстық жетісу телеарнасы мен Қазақстан ұлттық арнасында көрсетілген құрметті білемін. Сондықтан алғыс сезімін білдіремін. Жалпы қазір қиын кезең деп айтамыз ғой. Дағдарыс дейміз, басқа дейміз. Бірақ теңгеде әлемде байлық, бірақ бізде ең керемет ата-бабаларымыз қалдырып кеткен байлық бар. Бұл қазақтың салт дәстүрі, ол қазақтың өнер мен мәдениеті, ол әдебиеті, және соның бәрін басын біріктіріп тұрған ол қазақтың қасиетті тілі. Сондықтан осы аманатқа адал болып, бәріміз тілге жанашырлық танытсақ, қазақ тілі өседі, өркендейді. Әзірге тіл жанашырлық деген аталайықшы, кейін осы марапат тілді дамытушы, тілді өркендетуші болады деп сенеміз. Баршаңызға рахмет. Қандай эпитетті қолдансақ та, мен ойлаймын артық етпей орынды болып жарасады. Сіздер сіліміздің мемлекеттік мәртебесін орнықтыру жолында орасан зор еңбек етіп жүрген нағыз ұлтжанды және мемлекетшіл азаматсыздар. Сондықтан тағы да бүгінгі марапаттарыңызбенен мен шын жүректен сіздерді құттықтаймын. Бәріңізге зор рахмет айтамын, бақ береке тілеймін. Бүгінгі салтанатты шараны осыменен жабық деп жариялаймын.